Бүгін немене бәле, ё-моё, ажан атыпты ғой, мына менің сұмдығымда не бар екен, өшкөр жерекші. Ё-моё, түк жоқ қой, менде түк жоқ болып қалған ғой. Сәлем достар, сіздермен бірге мен Нубик. Бүгінгі видеода мен өзімнің үйіме обзор жасайтын боламын. Ал ендеше біз видеомызды бастаймыз деген ойдамын. Ал ендеше видеомызды бастайық. Бүгін мен осы алтын менің өте ұнататын үйіме обзор жасайтын боламын. Сыртынан қалай көрінетінін көрсетіп жіберейін достар. Мінекей сыртынан осылайынан көрінеді достар. Егерде бұл үй күшті болса лайк басып кетіңіздер. Кеттік. Мынаның үстінде менде 2 этажда тек қана бір-ақ сундук тұр. Өйткені бұл гостиный деп аталады. Менің сундугымның ішінде кілегей алтын заттар көрдіңіздер ғой. Қазір мен мына броняны өзім үстіме киіп алайыншы. Маған көмегі керек болып қалатын шығар. Қазір мен мына жерден түсіп туалетке түсіп алайыншы достар. Давайте туалетке түсіп алайық. Мына жерде менде туалет бар, енді туалетімді полный көрсеткім келмейді, ұялам. Давайте үстіне мініп алайық ашып. Достар, өте кайф. Түстік қой. Ойбай, аны қоңыр не аны? Мен тесе шайтып жайыншы, әйтпесе барлығы көріп мен мазақтайтын болады. Боғы жаман деп ойнап айтам. Давайте достар, мына жерді көріп, мен қазір мына жерде бізде менің спальнейім деп аталады. Қазір лаваларды алып алайын достар. Мына жерден қазір мен керек заттарымды алып алайын. Мына сундукта менде шадақ бар екен. Шадақ керек болып қалады достар бізге. Сондықтан қазір шадақты алып алайық. Садақ. Ойнап айтам достар. Қазір біз далаға шығып көретін боламыз. Мен өзімнің жетелдерімді таныстырып кетейін достар. Менің жетелдерім дейтін өте азақ, өте санаулық десек те болады. Қараңыздар достар, сенбесеңіздер, менің мынау тұрғын үйлерім. Мен үйлеріме барып көрсетейін достар сіздерге. Менің тұрғын үйлерім дейтін өте әдемі достар, көрсеңіздер ғашық болып қаласыздар. Өте әдемі, артымда көріп тұрған боласыздар. Тұрғын үйлерімді қазір таныстырып өтетін боламын. Қазір менде мына жерде шошқа фермасы бар. Шошқа фермасы. Қазір мен мына шошқаны өлтіріп тастайыншы. Давайте достар, көріп алайық мына жердің бәрін. Көріп, мынаның ішінде ешкім жоқ. Көрдіңіздер ғой, ешкім жоқ бұл үйде. Өйткені жетелдер, азақ жетелдер тұқым қуаламайды ойнап айтам достар. Давайте мына жердің ішіңнен көріп кетейік. Мынаның ішінде кім бар екен? Мына жердің ішінде әйел бар екен. Өте әдемі де ойнап айтам достар. Мына жерде біреу жүрген сияқты. Ла. Қандай ла. Мен саған қазір көрсетем ла-ла-лаңды. Бері көтек десе, ойбай, анау кім? Ойбай, іштан неме көтен көрініп тұрған дейтін. Төштеннен қаранда. Мәшаған. Бері, ешақпас көтіңді айрам. Ойбай, ұрма деп қояды нау дейтін. Ұрама деп қояды. Ұрам, ешоға ұрам мен сенен. Қашсаң жетіп алам, тұрсыйын басына киіп алған ба? Немене бәле анау достар, қараңыздар, тұрсыйын басына киіп алған ана. Кеттік достар, артынан құлайық, давайте. Мынаның шаршағанша ұстап алайық. Мынаның аты кім екенін сұрап алайық қазір. Мынаның аты кім екенін сұрап алсақ жақсы болар еді. Давай, бергелей. Ё-моё, анау судың ішіне кіріп баратыр. Берген менің үйімді бұзған қандай екен саған көрсетейін мен дейтін қазір. Давай. Ойбай, көтін тесігіне кіргізем ба деп едім. Болмай қалды ғой. Давайте достар, енді көтін айып тастайық ананы дейтін. Біз дейтін бұны жетіп алу оңай секілді, бірақ анау дейтін жаман қашады екен. Мынау дейтін бір спорт түріне ме қатысқан секілді да достар. Қараңыздар, ана жерде айбай, анау дейтін әлі сындырып жатыр. Берген, неге сындырасың? Сен сындырмағанда мен сені ұрмайтын едім. Сен кімсің бәші? Анау не тұрсыйын басына киіп алған? Анау кім екен білесіздер ма? Ойбай, зомби. Мен зомби алтынымды ұрлап баратыр. Әкел бері алтынымды, еш ақпас. Мынау дейтін алтынымды алып қашайын деп жатыр ғой. Мен бәрі алтыныма қызығама, немене бәле? Мына кім әпше? Тұрсыйын басына киіп алған. Мынау дейтін тұрсыйын дұрыс кесе деп болады. Ұрма мені, ұрма. Ұрам, еще как ұрам сені? Бергел бері. Ешек бас. Мынаның мұрты бар екен еще. Мына шалмайсың бәрі. Ойбай, ұстай алмайсың деп қояды еще. Кел бері, мен сені еще как ұрам мен дейтін. Кел. Бергел бәрі бір ұсталашын ғой сен дейтін. Қашпай қойсай менен. Бәрі бір ұсталашын сен қазір. Мынау дейтін. Еще қаққашам деп қояды ғой. Бергел ешек бас. Мен сені көтіңді айырам қазір. Тұрсыйыңды басыңа емес, аяқтарыңның әр ұшына кигізіп қоятын болған. Бергел бері. Дұрыстап кимейсің ба? Тұрсыйың, сенің атың кім? Борат.
Сен Борат ана қазақтарды жамандап жүрген Борат емессің ба? Иә. Ё-моё, мен сенің енді точно ұрмаймын мен сені. Соям мен сені, түсіндің ба? Ұрам дейтін, братан демей маған, мен сен братаның емеспін. Ұрмашы мені. Ұрма дегенде былай ғой, бауырым. Енді қазақтарды сен жамандайсың ғой, жамандамау керек қой қазақтарды, білесің ба? Жамандамайын болды, ұрмашы болды. Тек қана ұрмасаң болды. Ойбай, ұрам мен сені, еще как істерін істеп алып берге бер. Ойбай, қашып баратқан қараңдар мынау. Ой, сасық ұсталасың ғой, бәрі қаяққа қашып баратсың. Ұрамайсың мені. Ё-моё, достар, оданша беріле сал, бергел. Берілмеймін, мен қашам сенен. Қанша қашсаң да қаша ғой, досым ау. Ойбай, мынау досым емес. Қазақтар жамандаған қандай болатынын көрсетейікші. Мынау дейтін жолға жағаласып бергеле салсайшы. Ема, ойбай, мен тұрғындарымды, тоқтай, конкретно тоқта деймін. Ема, мынау дейтін ұрам мен сені. Сен қашпа деймін, бауырым. Болды. Қашпа деймін мен саған. Қашпа, бергел. Қашпайын деп қашып атқан несі? Ой, чорт, мына мен шошқаларымды ұрып жатыр. Ема, Борат десе, Борат. Борат, қазақтарды жамандайсың ба? Жоқ, жамандамаймын. Сен жамандап болып, жамандамаймын деген несі? Қазақтардан кешірім сұрады естес. Кешіріңіздер. Давайте, достар, мен бұны кешірім сұрады ғой. Сонда да бұл қазақ Боратты кешірмей ақ өлтіре салайық. Қалай қарайсыздар, достар? Борат деген көп нәрсені істеді ғой. Өлтіре салайық бұны. Ема, сен жейтін берген менің артымнан жүресің, түсінің ба? Менің артымнан жүресің ба? Жүрмейсің ба? Жүрем. Жынды сен дейтін маған бағынуың керексің. Менің алдыма түс тестес. Мен сені бір жаққа барам, мына қораның ішіне кір. Мына қораның ішіне кір деймін. Ё-моё. Кірмеймін. Ё-моё, неге кірмейсің сен? Кір тестес. Крем болды. Ема, болды, крем деп қояды еще. Мына жерге қазір сен түсесің, түсуің керексің сен. Жоқ, түспей қояйыншы. Қалай түспей қояйыншы? Айырым қазір. Борат, ишак істегенің аздай. Давай түс тестес. Ема, садақпай атамесең қазір. Айтма, түсем болды, түсем. Түш, давай мына құдықтың ішіне, давай түш. Мынау не үшін жанып атқан жоқ? Мынау жануы керек қой негізі. Ё-моё, жансай? Менің мына садағым мына сары садағым отқа күймейтін садақ екен ғой. Мен ақымақ. Енді уақытын күтейік кішкене, достар. Мына күйіп болғанша уақытын күтіп. Давайте, достар. Қиналып атқан сияқты, ана вроде бітті. Достар, ойбай, ішіне кіріп кеттім. Ойбай, күйіп көтмай. Достар, шығып алдым. Мына жерді мен сумен толтырып қояйын. Әйтпесе мына шошқалар дейтін қайттан кіріп кетіп, тағы өліп жүрсе. Қарандар, достар, біз Боратты жеңдік. Көрдіңіздер ғой, достар. Борат қазақтарды мазақтап еді, енді қазақтарды кек алды Бораттан. Көрдіңіздер ғой, достар. Боратты айырдық. Енді Бораттың екінші бөлімі шығып, ё-моё, Бораттың балдары да келіп тұрса, тағы, достар, ондай вообще болмауы керек бізге дейтін. Мынан қараңыздаршы, қандай қылып жарып тастаған. Қазір мен мына жердің бәрін өртіп тастайыншы. Әйтпесе мына Бораттар дейтін вообще құтырып кеткен ба? Неме 64-ті алып алайын, қазір мен осы жерде соғып жіберейін. Мына жерді жарып тастаған ба? Кәжім, мен бұл жерді жабам мен дейтін. Мына жерді мен дейтін өзбектердің қол астында істегенмін ғой. Мен дейтін өзбектердің қол астында істеп, мынаны қалай өретін бәрін сұрап алғам ғой. Кетші, ақымақсың ба, ё-моё? Ұра беретін ес артынан кеп. Не дейсің ал, кетші бар. Мына жердің бәрін соғайып, мен өзбектерде бекер істемеген ғой. Ана Боратты көрдіңіздер ғой, трусыйы немене бәле, достар. Бораттың турсиі жаман ғой, шашып кеткен ба, артынан құлап жүргенде бір боқтың есі шығады, көтінін сүртпейді-ау деймін соған қарағанда. Мына жердің бәрін жарып тастайық тестес. Достар, қараңыздар, үйді соқтық біз дейтін. Достар, үйді соғып біттік біз дейтін. Ё-моё, не деген қиындықтар болды десеңдерші бұл видеода. Достар, сіздерге бұл видео ұнаған болса подписаться етіп, лайкты басып кетіңдер. Екінші бөлім шықсын десеңдер, лайк басыңдар. Пока-пока.